Жігітті жастық шақта ерке жеңіп, сеніммен ұсталмаса сертің егер. Аллаға құл, адамға ұл болғой, намазға кеп түйіссе тең тізелер. Ақын намаз оқса хақты танып, алдымен аузындағы сөз түзелер. 10 күнәнің 9-ы тілден екен. Сөз түзелсе иншалла ел түзелер. Адалдың аспанында бұлт болмайды, арамның ауласына құт қонбайды. Жүрегінде иманы жоқ адамның, жүрген кезде табаны нық болмайды. Ата діннен ақиқат тапсақ қана, терезе өзге жұртпен теңеседі. Алланың хақ жолымен жүрсе ғана, халықтың айдарынан жер еседі. Түбім түрік, ал дінім хақ ислам. Солай қарай сеніммен аттанайық, харам менен халалды ажыратпай. Қай тірлікпен біз бүгін шаттанайық. Бұрынғының ұраны Аллаху акбар, бүгінгінің ұраны ап қояйық. Ұлттық рухын жоғалтқан ұлдарың көп, қылышын атар келген хым секілді. Даналар даламыздың кемесі еді, еліктейтін ел жұрттың ересегі. Алланың өзі де рас, сөзі де рас деген. Ұлы абай үлкен сенім егесі еді. Дін исламды діңгегім деп білмесе, қара сөз жазып қайғы жемес еді. Алтын сарың сүйініп бір Аллаға, кел балалар оқылық демес еді. Адалдың аспанында бұлт болмайды, арамның ауласына құт қонбайды. Жүрегінде иманы жоқ адамның, жүрген кезде табаны нық болмайды. Ата діннен ақиқат тапсақ қана, терезе өзге жұртпен теңеседі. Алланың хақ жолымен жүрсе ғана, халықтың айдарынан жел еседі. Өмірде өшу оңай, өсу қиын. Аллаға айтылмаса зікіріміз, тірліктің мәні бар ма, сәні бар ма? Үште өлсе иман менен пікіріміз. Бара алсаң адалдықтың ақ жолымен, пейіштің есі
Özügünde kulup bolmaydı. Kay kazağız imanın ternek temiz. Kay musulmanız dinin hürmet temiz.